Баршаңызға сәлем. Менің есімім Хадиджа. Менің сүйікті қолөнер атты каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде 4-ші сабақ. Бұл сабақта біз үлгі және тығыздық туралы үйренетін боламыз. Мәжде менде үлгі толып тұр. Үлгі не үшін керек десеңіз, көрсетейін. Бұл жерде менің бәрі үлгілерім. Бұл жерде үлгілерді реттеп жіберейін. Үлгілерімді жинап қойдым, реттеп қойдым. Енді бізге үлгі не үшін керек? Үлгіні біз өзіміздің жұмыс барысында неше ілмек теруімізді білу үшін керек. Үлгіні біз бұйымды қандай өрнекпен тоқимыз, сондай өрнекпен тоқып шығамыз. Сосын бұны жуамыз, кептіреміз, содан соң өлшейміз. Яғни, не үшін өлшейміз? Біз ілмекті сызғышты үстіне қоямыз, сосын өлшерде 5 сантиметрде, немесе 8 сантиметрде, немесе одан үлкен, негізіне көбінесе үлгіні 10-да 10 қылып тоқиды. Яғни 10 сантиметр, ұзындығынан 10 сантиметр, енен 10 сантиметр қылып тоқиды. Ең негізіне дұрысы 10-да 10 сантиметр тоқу. Бұл жерде мен басына тоққаным, оны мен дейтін Мәжде 5 сантиметрді есептеппін. 5 сантиметрде менде 10 ілмек деп жазылып тұр. Мәжде ілмектерді былай санаймыз. Көріп тұрғаныңыздай ілмек бүйтіп келіп тұр. Содан 1, 2, 3, 4, 5 деп санап шығамыз. Сол 5 сантиметрде менде 10 ілмеккен, 5 сантиметрді біз қалай істейміз? 5 сантиметрді, яғни енді біз 10 ілмекті бөлеміз 5 сантиметрге. Сонда бізде 2 ілмек шығады. 2 ілмек, яғни бізде 1 сантиметрде 2 ілмек. Мәжде өрнекті үлгіні ала тұрайын. Мысал ретінде көрсете кетейін сізге. Мысал ретінде мәжде біз осы ілмектерді алайын. Яғни 5 сантиметрде 10 ілмек. 5 сантиметрде бізде 10 ілмек. Енді біз 1 сантиметрде неше ілмеккен білу үшін 10 ілмекті бөлеміз 5-ге. 5 сантиметрге. Сонда бізде 2 ілмек шығады. Яғни бізде 1 сантиметрде 2 ілмек. Енді біз бұны тоқу барысында қалай аламыз? Яғни мәжде бізде бас өлшемі 48 дейік. 48-ді көбейтеміз мына 2 ілмекке. 48 сантиметрді көбейтеміз 2-ге. Яғни мына 2 ілмекке көбейтеміз. Яғни 1 сантиметрде бізде 2 ілмек қой. Соны 1 сантиметрінде 2 ілмек болғасын жерде біз 40-ты 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде 96 шықты. 96 ілмек. Яғни біз бұл жерде жазып кетейік. 48 бас өлшемі дейікші. 48 көбейтемін 2-ге, 2 ілмекке. Тең болады 96. Осы 96 ілмек бізге керек. Ілмек. Значит, бізде 48 сантиметрге 96 ілмек тереміз. Шапкаға біз 96 ілмек тереміз. Сонда бір ілмек қосымша бір ілмек қосамыз. Яғни шеңбер біріктіру үшін. Шеңберді біріктіргенде бір ілмек кетеді. Сол кезде бір ілмек алынады. Сол кезде бізде қайтадан
инеде 96 ілмек қалады. Енді біз 97 ілмек тереміз. 97 ілмек теремізде шеңбер біріктіріп, сонда 96-ға қайта келеміз. Солай біз дейтін өзіміздің тығыздығымызды есептедік. Мына жерде 5 сантиметрде 10 ілмек бар екенін көрдік. Сосын ол 10 ілмекті 5-ке бөлдік те өз ілмегімізді тығыздығымызда неше ілмек бар екенін есептедік. Яғни біздің тығыздығымда, яғни менің тығыздығым 2 ілмек. 1 сантиметрде 2 ілмек. Сол 48 бас өлшеміне біз 48 сантиметр бас өлшеміне көбейтеміз 2 ілмекке. Яғни осы жердегі 2 ілмек, яғни 1 сантиметрде 2 ілмек қой. Соны 48 сантиметрде неше ілмек болады, айналымына неше ілмек керек екенін білу үшін біз 2 ілмекке көбейтеміз. Сосын бізде 96 ілмек шықты. Енді 96-ға қосамыз 1 ілмек, оны біз шеңбер біріктіру үшін қосамыз. Бұл тоқыма барысында 1 ілмек алынып кетеді, сосын қайтадан 96 болады. Енді біз 96 ілмек тереміз. Сосын көбінесе біз шапқаны 1/1 резинкамен тоқиды. Басын 1/1 резинкамен тоқиды. Сосын арғата бірінші басын 1/1 резинкамен тоқиды. Сосын арғата оң ілмектермен тоқиды. Өйтіп, оң ілмектермен тоқиды. Сосын жоғарын жабады. Сөйтіп жабамыз. Енді біз деген жоғарына неше ілмек теру керектігімізді есептейміз. Ол да бізде тығыздық туралы. Ілмекті аламыз, үлгіні аламыз. Сосын біз енінен ұзын қылып, сосын ұзындығын ұзын қылып тоқыдық. Енді осы жерге былайынан қоямыз сызғышты. Сосын осы жерде ілмектерді санаймыз. 1, 2, 3, 4, 14. Яғни бұл жерде бізде 14 ілмек. 5 сантиметрде 14 ілмек. Бұл жерде бізде еннен болса, еннен, бұл жерде бізде ұзындығынан есептеп жатырмыз. Яғни біз 5 сантиметр 14-ті бөлеміз 5-ке. Сонда бізде 2-де 8 шықты. Бұл жерде бізде былай 14-ті мына алдыңғы қалай есептедік? Көзіміздің ілмегіміз неше ілмек екенін 1 сантиметрде дәл солай есептейміз. 14-ті бөлеміз 5-ке. 5 сантиметрге. Мына жерде сізде неше сантиметр бар? Яғни 10 сантиметр болсын, 8 сантиметр болсын, 5 сантиметр болсын, соны есептейміз осылай. 14 ілмекті 5 сантиметрге бөлеміз. Сосын тең болады бізде 2-де 8 болды. 2-де 8, мынаны өзгертпейміз. 2-де 8 ілмек, ұзындығы 2-де 8. Ені 2-де 2. Яғни 2 ілмек еннен. Яғни 1 сантиметрде 2-де 8 ілмек. Енді бізге жоғары қалай яғни бас киімнің резинкаден кейін неше сантиметр тоқу керектігімізді білуіміз керек. Мысал ретінде айта салайын. 17 сантиметр деймін. Яғни 16 дейміз. 16 сантиметр тоқуымыз керек. Сантиметр. 16 сантиметр тоқуымыз керек. Оны біз көбейтеміз 2-де 8-ге. Яғни қайтадан 16 көбейтеміз 2-де 8-ге. Тең болады 44-де 8 дейді.
44/8 болса, бізде 4/8. Біз 44/8 ілмек теруіміз керек, бірақ 44/8 тере алмаймыз біз. Біз немесе 44, ровно 44, немесе 45 тоқуымыз керек. Сол үшін біз мына жерге дөңгелек жасаймыз. Сосын мына жерге 44 дейміз. Яғни мына 8-ді алмаймыз шотқа. Сосын енді біз өзіміздің 16 сантиметрге 44 ілмекті теруіміз керектігін білдік. Сол резинканы тоқып болған соң, өзіңіздің қатарыңыз тоқып болған соң, енді біз оң ілмектермен 44 ілмекті тоқимыз. Яғни қатар тоқимыз. Сонда бізде бас киім шығады. Ары қарата әртүрлі заттармен бас киімді жаууға болады. Бірақ мына жерде біз төрт жақтан жапсақ, былайынан 4 жақтан жапсақ, бас киімді 4 жақтан жапсақ, мына жерде көрсете кетейін. Шапқымды менің. Мына балама тоққан шапқа еді. Соны мен 4 жағынан жаптым да. Мен 4 жағынан жаптым. Өйстіп жабатын болсаңыз, мына бізде 90, мына жерде 96 дедім ғой. 96 ілмек тереміз дедім ғой басында. 96 дейік. 96 бөлеміз 4-ке. 4-ке бөліну керек ол. 24 ілмектен ровно бөліну керек та. Бұл жерде сізде 24-те 2 сондай болып шықса, ол дейтін уже есептелмейді. Оны біз дейтін кішкене қосуымыз керек. Яғни біз жерде бізде 95 деп шықса ілмек, соны біз 4-ке бөлуіміз керек. Сол кезде бізде 23-те 75 деп шықты. Ондай бізге керек емес. Біз именно 4-ке бөлінетін санды алуымыз керек. Сол кезде біз мына жерде 96 ілмек, ол ровно бөлінеді. Сонда бізде 24-те 24. Сосын біз 24-те 24 бөлеміз ілмектерді. Сосын өйстіп жабамыз. Мына жерде регланный линия. Соны 2 жақтан жауып кетеміз. Сөйтіп. Бұндай бұл макушканы жауу, реглан тоқу деген сияқтыларды алдағы уақытта Алла қаласа өтетін боламыз. Сол макушканы қалай жабамыз, соған байланысты осы жерде ілмекті тереміз. Бұл жерде басында айта кеткенім, то есть қазір айтып жатқаным, именно мына макушкеге қарап біз мына жерге ілмек тереміз. Яғни бізде 95, ол 4-ке ровно бөлінбейді. 23-те 75 шықты ғой мана. Ол бөлінбейді. Сол үшін біз 96 аламыз. Бәрі түсінікті деген ойдамын. Енді мына жерде біз дейтін өзіміздің тығыздығымызды, яғни еннен тығыздығымызды өлшедік. Еннен 2 ілмек, 1 сантиметрде 2 ілмек шықты. Ұзындығынан да есептедік біз 1 сантиметрде 2-де 8 ілмек шықты. Егер сіз осының бәрін есептемей тоқсаңыз, осындай башпақ шығады сізде. Осындай бұйым шығады да сізде. Мен басында мастер-класс арқылы тоққанмын. Бұны бір орыс қыздың мастер-класс арқылы тоққанмын. Бірақ ол жерде мастер-класста бәрі тығыздық туралы бірдеңе айтып отқанда мен тыңдаған жоқпын да. Вообще тыңдаған жоқпын. Тек инені алдым да, жіпті алдым да, тоқи бердім тек. Сосын осындай башмақ шықты. Мен де түсінбей қалдым, неге өйтіп деп та. Сосын көп қыздар осын тоқи алмай сөйтіп тастап кетеді да ине жіпті. Сол үшін біз тығыздық туралы ең бірінші жұмыстың басында қою керекпіз. Егер де тығыздық туралы мастер айтып атса, өзінің тығыздығын туралы айтып атса, жіпті алып, инені алып, сол мастердің тығыздығына түсуіміз керек. Яғни ол 2 ілмек деді ма, 1 сантиметрде 2 ілмек деді ма, ол сол тығыздыққа түсуіміз керек біз. Сол үшін қалай түсеміз оған? Басында айта кеткендей, өйстіп тоқимыз. Сосын нешінші нөмір инемен тоқыдыңыз, соған байланысты қарайсыз.
жуасыз, өлшейсіз, сосын сол кезде білінеді қандай неше ілмек шыққан. Яғни мастер 2 ілмек деді ма, сол 2 ілмекке сай болу керек үлгіңіз. Сол инеңізді де нөмірін ұмытпаңыз. Тоққан инеңіздің нөмірін ұмытпаңыз. Сол инемен қайтадан мастер-классты ашып қайтадан тоқысаңыз болады. Менде мастер-классым мен өзімнің тығыздығым жазылған ол жерде. Сол тығыздыққа түсіп тоқыңыздар деп жазылған. Мен Alizella Gold Classicпен тоқыдым, осындай жіппен. Alizella Gold Classicпен тоқыдым. Бәріне таныс деп ойлаймын бұл жіп. Сол жерде осы жіпті үлгі тоқуды қалай екенін көрсеткен болатынмын. Яғни түсіндірген болатынмын. Не үшін үлгіге тығыздыққа түсу керектігін осы жерде де айтып жатырмын сіздерге. Тығыздық мастер қандай тығыздыққа түсті, сондай тығыздыққа түсу керексіз. Сіз жіпті алдыңыз не, алмадыңыз не, яғни бұл менің мастер-классымда любой жіппен тоқуға болады дегенім, ол любой жіппен тоқуға. Кез келген жіпті таңдап өзіңіз тоқуыңызға болады, бірақ менің тығыздығыма түсу керексіз. Тығыздыққа түспесеңіз, айтқанымдай осындай бас мақсат сізде. Үлкен бас мақсат, немесе кішкентай бас мақсат, если инеңізді және жібіңізді дұрыс алмасаңыз. Осымен 4-ші сабақ аяқталды. Бар түсінікті деген ойдамын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Барынша жауап беруге тырысамын. Сондай-ақ менің каналыма тіркелуді және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да мастер-класстар болады, Алла қаласа. Ал сізге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше.